Үй жағдайында омыртқа және буын ауруларын емдейтін шөп дәрілерінің рецептін айтайын. Соңына дейін тыңдаңыздар. Жалпы маған соңғы күндері Қытайға барып, Қытайдың шөп дәрілерімен, инелерімен емделіп келдім. Содан кейін результат болмады, сізге келдім деген пациенттер жиі келіп жүр. Сондықтан осы видеоны түсірсем деп шештім. Жалпы мен негізі басқа дәрігерлердің ешқайсысын жамандамаймын, бірақ енді осы Қытайдан келген дәрігерлер жайлы жеке өз ойымды айтқым келіп отыр. Енді Қытайда дәрігерлердің жағдайы толықтай жасалған. Олардың орташа айлық жалақысы 10 мың доллардың шамасында болады. Және де кереметтей барлық жағдай жасалған, өте әдемі клиникаларда жұмыс жасайды. Енді ойлап қарасақ, сондай жағдай жасалған жерден тұрып, Қазақстанның бір ауылына, бір шетке келіп, кішкентай бір кабинетке келіп жұмыс істейді деп ойлайсыздар ма? Мен олай ойламаймын. Қытайдан жақсы дәрігер Қазақстанға келіп, олай пациент қабылдайды деп ойламаймын. Егер сіздер де Қытайға барып емделген болсаңыздар, комментарийға жазыңыздаршы, пайдасы болды ма, пайдасы болмады ма, және бұдан қандай результаттар болып жатқаны жайлы ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Және бұл видео халыққа пайдасы тиеді деп ойлаймын.